Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті мұсылман бауырлар, қайғылы хабар естіп жатырмыз. Бәрімізге танымал, бәріміз жақсы көріп тыңдайтын қырғызстандық Чубак ажы ұстазымыз дүниеден өтті. Алла рахметіне алсын. Осы қайғыға орай қырғызстандық бауырларымызға шын жүрегімізбен көңіл айтамыз. Рас, ол кісі тек Қырғызстанның ғана ұстазы емес еді. Біздің Қазақстан мұсылмандары ол кісіні сүйіп тыңдайтынбыз. Және өзіміздің арамызда жігіттер Чубак ажы былай деп айтты, Чубак ажы былай деп айтты деп, ол кісінің жақсы жағымен еске алып айтқан сөздерін талқылап отыратынбыз. Өте білімді, ойын дәл жеткізе алатын ғалымдардан еді ол кісі. Алла ол кісіні рахметіне алсын дейміз. Алла тағала ол кісіге 45 жыл өмір берген екен. Өмірі зая өтпеді. Қараңызшы, сөз соңында мынаны айтар едім. Абдусаттар ұстазымыз, Абдуғаппар ұстазымыз, және осы Чубак ажы сияқты ұстаздарымыз бұл кісілерді өлді деп айтуға болмайды. Өйткені Абай атамыз айтады: өлді деуге бола ма, айтыңдаршы, өлмей тұғын артында із қалдырған дейді. Бұл кісілердің артында үлкен із қалды ғой. Медреселер, мектептер, білімдер, шәкірттер, және жалпы халықтың өзі жақсы көретін адамдар еді ғой бұл кісілер. Алла тағала рахметіне алсын, сұрауларын жеңілетсін. Бұл дүниеде ол кісілерді біз дүнияуи жағынан танымайды екенбіз. Біз ол кісілерді тек қана дін танушы деп түсінеміз. Ол кісілер өмірін тек дінге арнады деп есептеймін. Және Алланың алдында солай болса деп Аллаға жалбарынып сұраймын. Алла тағала қырғыз бауырларымызға айтамыз. Алла тағала жүректеріңізге сабырлық берсін. Иншалла сіздерге, біздерге дәл осындай ұстаздарды Алла тағала тағы да нәсіп етсін. Белдеріңізді бекем буыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.